Салтанат Нүкенованың өліміне қатысты іс бойынша өтіп жатқан сот отырысында екінші айыпталушы Бақытжан Байжанов Бишімбаевтың адвокаттары қойған сұраққа ашуланды. Бишімбаевтың адвокаттары Бақытжан Байжановтан оны Бишімбаевтың нақты не үшін қарғағанын сұрады. Бұған дейін сотта Байжанов сені және балаларыңды қарғаймын деп ағасы қысым көрсетіп жатқанын айтқан болатын. Осы кезде Бишімбаев қарғыс оның атына жазылған мүлікке, атап айтқанда ата-анасының пәтері мен көлік құжаттарын қайтарудан бас тартуына байланысты айтылғанын мәлімдеді. Байжановтың адвокаттары мүлікке байланысты сұрақтардың іске қатысы жоқ екенін айтты. Бишімбаевтың қорғаушылары қойған сұраққа Байжанов ашуланып жауап қатты. Қандай құжаттар туралы айтады? Бишімбаевтың сөзін тыңдасаңыз, жай келген адам сияқты отыр. Шындығында ол адам өлтірді, деді Бақытжан Байжанов. Судья тараптардан сабыр сақтауды сұрады. Қорғаушы сіздің мүлікке қатысты сұрақтарыңыз қабылданбады. Азаптау, өлімге әкелген аса ауыр қылмыс туралы хабарламау, жасыру деген айыптар бойынша қылмыстық іс қаралып жатыр. Алдын ала тағылған айыптар бойынша сұрақ қойыңыз, деді судья Айжан Құлбаева. Кейінірек прокурор Байжановтан кісі өлтірді деген сөзінің нені білдіретінін түсіндіруді сұрады. Ол кісі өлтірді, Бишімбаев. Сол кезде ол басқа Бишімбаев болды. Қазір басқа Бишімбаев. Ол жылап, Бақытжан, мен адам өлтірдім, өз қолыммен. Баламның, әке-шешемнің бетіне қалай қараймын деген еді. Өкінді. Осы сынды сөздер көп болды, деді Байжанов. Прокурор, сіз қазір Бишімбаевты адам өлтірді деп айтып отырсыз ба деп тіке сұрақ қойды. Иә деп жауап берді Байжанов.